Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, пиязды салып қуырамыз. Үстіне тартылған етті қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, қатты отта араластырып отырып, суы тартылғанша қуырамыз. Еттің суы тартылды, үстіне кішкене қайнаған су құйып, бетін жауып, шамамен 10 минуттай жай отта пісіреміз. Қызанақтарының үстіне қайнаған су құйып 5 минуттай ұстап, қабығын аршып алдым. Блендермен осылай еземіз. Егерде блендер болмаса, вилкамен ессеңіздер болады. Етіміз пісті, жұмсақ болды. Қақпағын ашып, кішкене суытамыз. Енді соусты жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, сарымсақты үккіштен өткізіп, осылай қуырамыз, шамамен 1 минуттай. Үстіне езілген қызанақты қосып, араластырамыз. Кішкене тұз қосамыз. Қалауларыңыз бойынша приправа қоссаңыздар болады. Мен хмели сунели приправасын қостым. Қақпағын жауып, шамамен 2-3 минуттай пісіреміз. Соус шамамен жарты сағаттай тұрып осылай кішкене қоюланды. Енді сливки қосамыз. Сливки міндетті түрде 20% болу керек. Одан төмен болмау керек. Егер төмен болатын болса, онда соусымыз сұйық болып қалады. Жақсылап араластырамыз. Негізі лазаньяға бешамель соусын пайдаланып жатады, бірақ өзіме осы соус тез әрі оңай жасалынады. Қамырды осылай қайнаған суға салып аламыз. Сол кезде қамыр кішкене жұмсарып тұрады. Лазаньяны жасаған кезде ыңғайлы болады. Ыдысқа кішкене сұйық май жағамыз, асты жабысып қалмау үшін. Сұйық майдың орнына соус жағып жіберсеңіздер де болады. Алдымен осылай қамырларды қойып шығамыз. Үстіне 1 қасықтан ет саламыз. Сосын оның үстіне соусты осылай салып, 1 келкі етіп жағып шығамыз. Екінші слойды салып, жаңағы процесті қайтадан қайталаймыз. Қамырдың үстінен бірінші соусты жағып, сосын етті салсаңыздар, негізі солай ыңғайлы болады. Етіңіз бен соусыңыз таусылғанша осылай бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Бетіне үккіштен өткізген ірімшікті салып шығамыз. Бетіне фольга жабамыз. Міндетті түрде, егер жаппасаңыздар, ірімшік күйіп кетуі мүмкін. Лазанья дайын, достар. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Түрінен ақ көрініп тұр, өте дәмді шыққаны. 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісірдім. Пештің асты үсті міндетті түрде қосылып тұруы керек. Пісуге шамамен 5 минуттай қалған кезде фольганы алып тастадым. Сол кезде ірімшік күйіп кетпей, осылай әдемі болып піседі. Лазанья өте дәмді, сочный, сондай нежный болып шықты. Ауызға салған кезде еріп тұрады. Томатный соуспен жасап көріңіздерші, достар, осы рецептпен. Мен бешамель соусымен де жасап көрген болатынмын. Ол соустың жасалуы ұзақ әрі қиындау болды мен үшін. Сол себепті осылай томатный соуспен жасап көрейінші дедім. Оңай әрі дәмді болып шығады екен. Осы тағамды жасап жақындарыңызды қуантыңыздар, достар. Каналымда басқа да тағамдардың рецептері бар, қарап кетіңіздер. Сіздермен болған назым, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен қуанып қаламын. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.